Бүгін біз нағыз ресторандағыдай том-ям жасайтын боламыз. Ол үшін кинза және де черри помидорлары, филе тауығы, оның орнына қызыл балық қолдансаңыздар да болады. Және осындай 4 саңырауық құлақ, сары май, оның орнына сұйық май қолдансаңыздар да болады. Креветке том-ямда өте міндеттелген тағамның түрі және Арой Ди компаниясынан кокосовый молокосы және де дәл осындай компаниядан том-ям пастасын алу керек болады. Ең бірінші сарымсақты турап, яғни чесногымызды тураймыз да, оны қыздырылған майға салып, үстінен туралған саңырауық құлақтарымызды саламыз. Саңырауық құлақтарды жақсылап қыздырып, араластырып болғаннан кейін, тауық филесін көбіктеп турап, оны саңырауық құлақтардың үстіне араластырып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Оның үстіне черри помидорларын және де том-ям пастасынан 3 қасықтай саламыз. Жақсылап қызартып араластырып алғаннан кейін үстіне су құямыз. Барлық ингредиенттердің мөлшерлері описаниеде жазылған. Қайнаған суды мөлшерімен салғаннан кейін үстіне ең басты ингредиент осы креветкелерді саламыз. Креветкені салып бір араластырып алғаннан кейін Арой Ди компаниясының кокосовый молокосын құйып, жақсылап араластырып аламыз. Осы том-ям супын суық тиген кезде ішсең өте пайдалы, және бір қасық тұзын салып, дәмін көріп, крышкасын жауып 15 минут қайнатамыз. Қайнап болғаннан кейін кинзасын және черри помидорларын салып, бір араластырып жібереміз. Осы кинзаны салғаннан кейін том-ямның иісі өте ерекше шығады және қасына ақ күрішті басып, осылай адамдарға ұсынамыз. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып және подписаться кнопкасын басып тіркеліп кетіңіздер.